Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте шоколадты брауни пирогын жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамда осындай керемет рецепттерді табасыздар, сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Пирогтың барлық қажетті ингредиенттері менде описаниеда жазылып тұр, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Ең алдымен біз брауниді дайындау үшін берілген сары майымызға ұсақтап туралған шоколадымызды салып, менде Қазақстан шоколады, ертуге жібереміз. Ол ергенге дейін біз 3 жұмыртқамызға қантымызды қосып, әппақ массаға айналғанша жақсылап тұрып миксерлеп аласыздар. Әбден осыны әппақ масса болғаннан кейін кішкене ерітілген және салқындатылған, ыстық күйінде құймаңыздар, осылай кішкене салқындатып алып құйыңыздар. Шоколадымызды құямыз, жайлап отырып құя отырып біртіндеп араластырып аласыздар. Кейін шоколадымызды құйып алғаннан кейін какаомызды міндетті түрде електен өтуі қажет, және де ұнымызды 1 шай қасық разрыхителімізді қосып, жақсылап тұрып қою масса пайда болғанша араластырып аласыздар. Кейін осы массаны пергамент төселген қағазға құйып, 180 градуста 35-40 минут пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін бөлме температурасына салқындатып алып, мен осылай бетіне ерітілген шоколад құйып шықтым, және де шеттерін жаңғақ слайстарымен әдемілеп шықтым. Міндетті түрде сіздер миндальдікімен жасауларыңызға болады. Осындай әдемі болып шығады. Өте керемет. Холодильникке 1 сағатқа сіңуіне қойып қойсаңыздар, тіптен керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.